Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Ақсәуле. Бүгін сіздерге осындай көлемді пышный узор көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма лайк басып, подписаться жасап, уведомление қосып кетіңіздер. Бұл узормен барлығын тоқуға болады. Кардиган, носочек, шапка, қолғап керек пе, және өте оңай. Кез келген қыз, бірінші тоқып отырған қыздардың өздері де тоқи алады. Оны алдымен бізге спицы және жіп қажет. Бірінші спицімізді қолымызға аламыз. Жібімізді алып, осылай қолымызға іліп аламыз. Жіптің ортасынан спицімізді біріктіріп алып, ортасынан алып, бірінші ілмектерімізді тоқитын боламыз. Бармақтан және екінші саусақтан алып, кері бармақтан өткіземіз. Жібімізді тартамыз. Осылай керекті ілмектерімізді алатын боламыз. Міне менде осындай 34 петли тоқып алдым. Петли ілмек және екі шетіне 4 ілмек менде шеткі болып саналады. Екінші жұмыс спицімізді суырып аламыз. Және шетін мен осылай байлап аламын. Бір ғана байламен байлап алып, және дұрыстап жібереміз де. Алдымен жұмыс спицімізді алып, жұмыс жібімізді ілмектің алдына шығарамыз. Шеткі ілмекті солай ешқандай тоқусыз шығарып алып, екінші ілмекті оң бағытта тоқимыз. Бұл бізде шеті ешқандай өрнекке қатысы жоқ. Енді өрнегімізді бастаймыз. Бірінші ілмек бізде оң бағытта, қарапайым оң теріс бағытта тоқитын боламыз. Бірінші қатар бізде оң теріс бағытта тоқылады. Міне мен шетіне дейін тоқып алдым, оң теріс бағытта. Екі шеткі ілмек қалды. Жұмысқа жібімізді алға шығарамыз. Ілмегімізді ешқандай тоқусыз екінші спицқа шығарамыз. Соңғы ілмекті оң бағытта тоқитын боламыз. Міне менде осындай тоқып алынған өрнегіміз. Енді өрнекті көрсететін болам. Жаңа бірінші қатарда тек қарапайым оң теріс бағытта тоқимыз. Екінші қатарда бірінші ілмегімізді тоқымай шығарып аламыз спицқа. Екінші ілмегімізді оң бағытта тоқимыз. Алдыңғы жағынан оң бағытта тоқитын боламыз. Енді бізде узор бойынша жаңағы теріс келіп тұр екен. Ілмегіміз теріс бағытта тоқимыз. Екіншісін бізде оң бағытта тек жіптің астыңғы төменгі бөлігінен алатын боламыз. Оң теріс қарапайым терісті теріс деп тоқимыз. Оңды узордың төменгі бөлігіндегі ілмектен алатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай соңына дейін тоқимыз. Осылай шетіне дейін тоқып алдым. Екі шеткі ілмегіміз қалды. Жұмысқа жібімізді алға шығарамыз да ілмегімізді екінші спицаға өткізіп, соңғы
ілмекті оң бағытта тоқитын боламыз. Осындай шеті әдемі болып шығады. Осы өрнегімен мен келесі видеомда сіздерге жакет тоқып көрсететін боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет.